Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен тез арада дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 4 дана жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Достар, құрамына керекті заттардың бәрін видеоның астына жазып қойдым. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Мінекей аппақ түске енгенше дәл осылай араластырып алдық. Оның үстіне ерітілген сары майымызды салатын боламыз. Және ванильный сахарымызды саламыз. Сүтімізді құйып, миксердің көмегімен тағы шамалы араластырып аламыз. Ұнымыз бен разрыхлителімізді електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнымыздың бәрі толық араласқанша дәл осылай миксердің көмегімен араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қою болып шығады. Енді қызып тұрған пешімізге формамызға құйып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, пирогымыз пісіп дайын болды. Мен сіздерге қазір кесіп көрсететін болам. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте биік әрі жұмсақ болып шығады. Жегенде ауызда ериді. Достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер сіздерге менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.